Кез келген адам өмірде бақытты болуды армандайды. Адамның қиялы ұшқыр емес пе? Ол өзін өмірдің барлық кезеңінде бақытты көргісі келеді. Яғни, адамның арманы өмірдің барлық кезеңі мен саласын қамтиды. Бақытсыз болғым келеді деген адамды көрдіңіз бе? Жоқ, әрине. Саналы адамнан ондай сөз шықпасы анық. Бақытты болсам деген арман адамды алға жетелейді. Бірақ өмірде арманға қол жеткізе алмаған қаншама адам бар. Олар осыны ойлаған кезде өздерін бақытсыз сезіне бастайды. Кей жағдайда жегідей жеген ішкі ойдан құтылу мақсатында өзін өзі тастап жіберетін адамдар да бар. Сөйтеді де арақ, нашақорлық тағы басқа адамды құрдымға жіберетін жаман істерден жұбаныш іздей бастайды. Адамның бұл күйге түсуіне бірден бір себеп көкейдегі арманын мақсатқа айналдыра алмауында. Иә, арман мақсат, себебі мақсат адамнан қаржылы еңбекті талап етеді. Мақсат біреу, ал арман болса көп. Адам екінші мақсатына бірінші мақсатын орындаған соң барып кірісе алады. Ал армандауы өмір бойы таусылмасы мәлім. Адам қанша көкейдегі арманға жету үшін еңбек етіп алғашқы қадам жасайтын болса, ол арманы мақсатқа айналады. Мақсатқа айналған арман адамды нәтижеге ұластырады. Бұл мәселені мынадай бір мысалмен түсіндіре кетейік. Бір адам қаладағы атақты оқу орнына түскісі келеді. Күндіз түні соны армандайды. Бірақ сол жолда ешбір әрекет жасамастан жүре береді. Екінші бір адамның да дәл сондай арманы бар. Бірақ ол адам армандап қана қоймай, сол оқу орнына түсуді өзіне мақсат етеді. Қолынан келген амалдарын бәрін жасайды. Емтиханнан сүрінбей өту үшін таңнан кешке дейін кітаптан бас алмай оқып дайындалады. Екі адамның қайсысы нәтижеге жетеді деп ойлайсыз? Тағы бір мәселе, адамның өмірінде өзіне бақытсыз сезінуіне сыртқы әсер немесе басқа кінәлі емес, өзі кінәлі. Кейбіреуі алдағы уақытта мына нәрсеге қол жеткізер болсам, бақытты боламын дейді. Өмірлік бақытын ертеңгі күнмен белгілі бір затпен өлшейді. Ол үй, көлік, байлық тағы басқа болуы мүмкін. Мұның тізбегін осылай соза беруге болады. Себебі адамның арманы таусылмайды. Біз өзімізге берілген нығмет жайында аз ойланып, қолдағы жоқ нәрсені көп ойлаймыз. Иә, дәл солай. Адам кейде өзінде жоқ нәрсені ойлаймын деп, қолындағы бар асылын ұмытып кетеді. Алла берген қолда бар нығметтің қадірін жете түсіне алмай қалады. Ақылды жан ешқашан мен мына нәрсеге қол жеткізгенде барып бақытты боламын деп айтпайды. Керісінше, мен бақыттымын, өйткені менде мына нәрселер бар, сол үшін Аллаға шүкір етемін дейді. Қолында дүниелік қандай да бір нығметтің болмауы ол адамды бақытсыз ете алмайды. Ондай адам қолындағы бар нығметінің қадірін білумен-ақ бақытты. Ал егер Алла тағала нығметін арттыра түссе, ол адам одан сайын бақытты бола түседі. Бұл ақылды адамға тән қасиет. Расында, адамның бақытқа қол жеткізуі өзіне байланысты, бірақ көп адам мұны біле бермейді. Кейбір адам басына бір қиындық келсе, шыдамдылық таныта алмайды. Мұндағы ең басты проблема адамның қиындықты өмірдің бір бөлшегі әрі заңдылығы деп қабылдай алмауында. Негізінде кедергіде тұрған ештеңе жоқ. Ең сорақысы адамның жалқаулығы мен қиындықтан шығуға талпыныс жасамауы. Мысалы, проекциясы сызылған жолды салу барысында алдыдан үлкен бір тас кез болып, жұмысқа біраз кедергі келтіруі мүмкін. Бірақ сондай болды екен деп жол салу жұмысын тоқтатып қалмайды ғой. Аталмыш тастың сол жағынан немесе оң жағынан өтетіндей етіп, жаңа бір жоба сызылады да, жұмыс одан әрі жалғасын табады. Адамда өмірде алға қойған мақсатына жету үшін кезіккен әрбір кедергіні аттап өтуге және бағындыруға бар күш қайратын жұмсағаны жөн. Көп адамдар осы мәселеге келгенде жеңіліп қалып жатады. Мақсат жолында бірінші қалау, екінші күш қайрат жұмсап еңбек ету, үшінші кезіккен қиындық пен кедергілерге сабырмен төтеп беру қажет. Адамның қолға алған әрбір ісі тек сабырмен аяқталады. Өмірдегі жүлде де төзімді адамның еншісінде.